Біз көбею тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Қазір біз жорғалаушылар мен құстардың көбеюімен танысамыз. Негізінен жорғалаушылар мен құстардың көбеюі бір-біріне ұқсас. Бұлар ұрықтық дамуында қолайлы жағдайлары бар жерлерге іштей ұрықтанып жұмыртқа салады. Ал құстар ұя салады. Кесіртке, тасбақа, жұмыртқаларын құм, көң, өсімдік қалдықтары шіріндісінің арасына қалдырады. Жорғалаушылардың жұмыртқасы жылу мен ылғалды айналасындағы ортадан алса, ал құс жұмыртқасын өзінің дене қызуымен басып шығарады. Ал жұмыртқалар қоректі затқа өте бай болады. Тауық жұмыртқасының ішіндегі ақуыз бен сарыуыз құс ұрығының әлі жұмыртқадан шықпаған кезіндегі қорегі. Тауық, үйрек, саңырауқұр, бөдене сияқты құстар балапандары жұмыртқадан көздері ашық, денесінде мамығы болып ширақ шығады. Анасынан артынан бірден еріп кетеді. Бұны ширақ балапан шығаратын құстар деп атайды. Ал енді торғай, бозторғай, қарлығаш, қара торғай, көгершін, қара қарға, жыртқыш құстар сияқты құстардың балапандары жұмыртқадан көзі ашылмаған күйі, мамығы жетілмеген күйі, құлақ саңылауы жабық күйі дәрменсіз болып шығады. Бұны қызыл шақа балапан шығаратын құстар деп атайды. Құстардың жұмыртқадан балапандарды шыға салысымен олар құстарына қамқорлық жасайды. Ал кесіртке, жылан, тасбақа жұмыртқаларын көміп кеткен соң ұрпағына тіпті қарамайды да. Яғни олар жұмыртқадан шыққаннан кейін өздері жеке дами бастайды.